жүсіпбек аймауытов 1889 жылы дүниеге келіп, 1931 жылы дүниеден өткен қазақтың көрнекті жазушысы, драматург, публицист, қазақ әдебиетін қалыптастырушыларының бірі. 1922-24 жылдары Қарқаралыда мектеп мұғалімі, 1924-26 жылдары Ақ Жол газетінде бөлім бастығы міндетін атқарды. Қазақ институтында істеді. 1926-29 жылдары Шымкент педагогикалық техникумының оқытушысы және директоры болды. Туып өскен жері Павлодар облысының Баянауыл ауданында қарасты бұрынғы Қызылту, қазіргі Жүсіпбек Аймауытов ауылы. Арғын тайпасы Сүйіндік руы Құлболды бөлімінен шыққан. Әкесі Аймауыт кедей болғанымен, арғы аталары Дәндебай мен Қуат атақ абыройлы бай, ел арасында билікті кісілер болған. 1911-1914 жылдары ауылда мұғалім болып істеген. 1914 жылы Семейдегі мұғалімдер семинариясына қабылданды. Оны 1918 жылы аяқтап шыққан. Мұнан соң Алашорданың істеріне араласып, Семейде Абай журналын шығарысып, Қаныш Сәтпаевпен және Мұхтар Әуезовпен танысады. 1918-19 жылдары Мұхтар Әуезовпен бірге Семейде Абай журналын шығарып, екеу деген бүркеншік атпен Әуезовпен бірлесіп, Абайдың өмірі және қызметі және де Абайдың кейінгі ақындар деген мақалалар жазды. Жүсіпбек Аймауытұлы ұлттық сөз өнерінің әр алуан саласында ерен еңбек етті. Қаламынан Қартқожа, Ақбілек, Күнекейдің жазығы секілді қазақ әдебиетіндегі айтулы туындылар туған Жүсіпбек Аймауытов ұлтшылдарымен байланыста болды деген жаланы арқалап, қуғын-сүргінге ұшыраған тұлға. Ол Алаш ұранын жазған Жүсіпбек өлеңдерінің өзіндік өрнегі бар. Осылайша Жүсіпбек Аймауытов қазақ халқына деген өте үлкен үлесін қосты. Сол себептен осындай үлкен тұлғаларымызды құрметтей отырып, олардың еңбегін бағалайық.